Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 68-ші сабақтың тақырыбы геометриялық фигураларды салу. Бірінші тапсырма қарақ дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле дейді. Міне мынандай нүктелер белгілеп аламыз да, 4 қызыл, 4 көк, 4 күлгін нүктелерді пайдаланып, 3 тік төртбұрыш сал. Қызыл тік төртбұрышты көк және күлгін түсті тік төртбұрыштармен дәл келетіндей етіп, қай бағытта жылжыту керек дейді. Мына бір нүктесін аламыз да, қандай да бір нүктесінен бастап оң жақ бағытқа қарай жылжытып, осындай тік төртбұрыш сызамыз. Енді екінші тапсырмада дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелер белгіле, 3 қызыл, 3 көк, 3 жасыл, 3 күлгін нүктелерді пайдаланып 4 үшбұрыш сал дейді. Енді бұл жерге үшбұрыш саламыз. Бұл жерде қызыл үшбұрышты көк және жасыл және күлгін түсті үшбұрыштармен дәл келетін етіп қай бағытта жылжыту қажет дейді. Әрине қандай да бір нүктесінен аламыз да, оң жақ бағытпен сызып шығамыз. Оң бағытпен жылжытып, иә. Үшінші тапсырмада төркөз параққа өзін құрастырған алгоритм бойынша тік төртбұрыш сал дейді. Қалай саламыз? Бүйтеміз. Дәптерге төркөз сызықтарының қиылысқан жеріне бір нүкте белгілейміз. Осы нүктеден төмен қарай 3 төркөз санап, екінші нүктені белгілейміз. Енді екінші нүктеден оңға қарай тағы да 3 төркөз санап, үшінші нүктені белгілейміз. Және 1 мен 2, 2 мен 3 және 1 мен 3-ші нүктелерді қосып, осы сызықтармен қосамыз. Сонда біз осындай тік бұрышты үшбұрыш салып шығамыз. Енді 4-ші тапсырмада тік бұрышты үшбұрыштардың қалай салынғанын түсіндір, фигураларды тік төртбұрыш шығатындай солықтырып сыз дейді. Мына үшбұрышты біз мына бір нүкте белгілеп аламыз да, содан кейін төмен қарай 7 төркөз бойынша төмен түсіреміз. Одан кейін төркөзбен оңға қарай жүреміз да, қайтадан бірінші нүктеме қосамыз. Осындай үш бұрыш салдық, иә. Енді осы үш бұрышты тік бұрышты төрт бұрыш шығатындай етіп қалай істейміз? Тура осы мына бірінші нүктемен үшінші нүктеге қайтадан осы үш бұрышқа қарама қарсы үш бұрыш қылып сызамыз. Тура осындай тік төрт бұрышты тура ортасынан қиғашынан бөлетін болсақ, ол тік бұрышты үш бұрыш шығады, иә. Ал енді мына фигураға біз кішкентай ғана мынандай қосымша қоса саламыз, сол кезде ол тік төрт бұрыш болып шығады. 5-ші тапсырмада түрлендір дейді. Яғни 6 дециметр 2 сантиметрге айландыруымыз керек. 1 дециметрде 10 сантиметр бар деп есептесек, 6 дециметріміз 60 сантиметр болады, 2 сантиметр қосақ 62 сантиметр болады. 5 метр 1 дециметрді дециметрге айландырайық. 1 метрде 10 дециметр бар, яғни бұл 50 дециметр болады. Мына 1 дециметр мен 51 дециметр болады. 6-шы тапсырмада бізге теңдеулерді шешу берілген екен. С алу 35 тең 27, осы жерден с-ны табу үшін 27-ні 35-ке қосамыз, сонда ол 62 болады. Енді тексерейік, с-ның орнына 62-ні қойық, 62-ден 35 алсақ 27, теңдіктің мына жағында 27, дұрыс, иә? Енді 64 қосу б тең 100, осы жерден б-ны табу үшін 100-ден 64 аламыз, сонда б-мыз 36-ға тең болады. Енді тексерейік, 64 қосу б-ның орнына 36-ны қоссақ 100 болады. Теңдіктің мына жағында 100, яғни екеуі тең болды. 7-ші тапсырмада кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Мына жерде коньки тұр, болды дейді, сатылды дейді, қалды дейді. Яғни айтамыз, дүкенде 23 және 47 коньки сатылды, сол кезде дүкенде 14 коньки қалды. Сонда бастапқыда барлығы қанша коньки болған дейміз. Берілген жазайық, сатылғаны 23 және 47, қалғаны 14, болғаны қанша. Ол үшін алдымен 23-ке 47-ні қосамыз жақшаның ішінде, оған 14, қалған 14-ті қосамыз. Сонда 23-ке 47 қосақ 70, 70-ке 14 қосақ 84 болады. Сонда бұл есептің жауабы бастапқыда 84 коньки болған. Енді 8-ші тапсырмада төмендегі алгоритм бойынша фигура сал дейді. Дәптерге төркөз сызықтарының қиылысқан жеріне бір нүкте белгіле. Осы нүктеден төмен қарай 7 төркөз санап, екінші нүктені белгіле, екінші нүктеден оңға қарай 7 төркөз санап, үшінші нүктені белгіле, және үшінші нүктеден жоғары қарай 7 төркөз санап, төртінші нүктені белгіле дейді. Енді осы төрт нүктені бір-бірімен қосамыз, сол кезде қандай фигура шықты дейді. Әрине ол шаршы шықты. Өйткені шаршының барлық қабырғалары бір-біріне тең. Ал мына жерде ол 7 төркөз болып тұр,
сондықтан ол бір-біріне тең қабырғалы шаршы болады. 9-шы тапсырмада бос торкөзде қандай сандар болуы мүмкін дейді. Қараңдар, қандай санға 2-ні қосқанда ол кіші болады, оннан 3-ті алғанда 7-ден. Яғни 7-ден кіші сан болу керек, мына жағы. Яғни ол бізде 4 болуы мүмкін, 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6 7-ден кіші, немесе 3 болуы мүмкін, 3-ке 2-ні қоссақ 5, ол 7-ден кіші, немесе ол 2 болуы мүмкін, 2-ке 2-ні қоссақ 4, ол 7-ден кіші, немесе ол жерде 1 болуы мүмкін, 1-ке 2-ні қоссақ 3, ол 7-ден кіші болады. Яғни бұл жердегі сандардың орнына 1, 2, 3, 4 сандарын қоюымыз мүмкін, сондай болады. Енді астында айтып тұр, шаршы квадрат дегеніміз латынша квадратус, қазақша 4 бұрышты дегенді білдіреді дейді. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.